Өксер Көмірбек 17 мектеп гимназиясының 10 класс оқушысы, абайдың 18 қара сөзі. Адам түрлі қылығы болады. Бір бет пішінін, мүшесін, жүрсін, мұртын, қас-қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Бірі атын, киімін айран ішермін деп, соның арқасында жұғымды, сыпайы жігіт атанбаққа, өзінің ілгерілерге елеулі болам деп, өзінің қатарларына күшін кетіріп, өзінің кеншілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын ойланбақ. Мұның барлығы масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болудың қиын іс. Кербез дегенді кер-керден немеден безіндер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Одан да басқа нәрселермен оздың ғой дегенде